Саламатсыздар ма оқушылар? Біз сіздермен y-тен синус x пен косинус x-ті қарастырған болатынбыз. Енді осы функцияларды түрлендіреміз. Ең алдымен қарапайым түрлендірудің бастайық, яғни y-тен болады f от x қосылған n деген түрлендіруді қарастырайық. Бұл дегеніміз, яғни f от x функциясын n бірлікке, яғни o y осі бойынша, мынау n дегеніміз o y осі бойынша или жоғары, или төмен түсірем деген сөз. Енді біз f от x функциясы ретінде или синусты аламыз, или косинусты аламыз. Енді қарапайым мысалдан бастайық. Мысалы, y-тен болады синус x қосылған 1 деген функцияны қарастырайық. Бұның алгоритмін жазатын болсақ, ең алдымен бірінші біз y-тен болады просто синус x деген функцияны салуымыз керек. Оның сәйкесінше кестесін көрсетейін. Кестесі, яғни x, y, яғни x-терге біз градустар береміз. Ол 0, пи бөлінген 2, пи, 3пи бөлінген 2, 2 пи болсын. Және сәйкесінше мәндері 0 болғанда 0 болады, пи болғанда 1 болады, пи бөлінген 2 болғанда 1 болады, пи болғанда 0 болады, 3пи бөлінген 2 болғанда минус 1 болады, 2пи болғанда қайтадан обратно 0 болады. Енді екінші алгоритм осы y-тен болады синус x қосқан 1-ді алу үшін мен o y осі бойынша бір бірлікке жоғары жылжытам. Яғни o y осі бойынша бір бірлік жоғары жылжуымыз керек. Ол үшін соның жанына мен тағы да кесте сызамын. Ол кестеде, енді қараңыздар, бұл жерде бізде o y осі бойынша жылжып тұрғандықтан, біз мына берілген бастапқы кестеге, яғни y-ге 1-ді қосам деген сөз. Өйткені неге? Өйткені біз бір бірлікке жоғары жылжып тұрмыз. Жоғары болса плюс 1 болады, егер төменге жылжытатын болсақ, онда минус болады. Минус, мысалы, 2 болуы мүмкін, минус 1 болуы мүмкін деген сияқты. Бізде жоғары болғандықтан, біз осы бір бірлікті жоғарыға, яғни y-ге қосамыз. Ал x-іміз ешқандай өзгеріссіз қалады. Өйткені біз x бойынша ешқандай жұмыс жасап отқанымыз, тек ана y бойынша жоғары жылжытып жатырмыз. Енді x-терді сол қалпы қалады, ол бізде сол градустар 0, пи бөлінген 2, пи, одан кейін 3пи бөлінген 2, одан кейін 2пи сол қалпы қалады. Ал y-теріміз, яғни 0-ге мен 1-ді қосам. Сонда менде мына жер 1 болады. 1-ге 1-ді қоссам, онда 2 болады. 0-ге 1-ді қоссам 1 болады. Минус 1-ге 1-ді қоссам 0 болады. 0-ге 1-ді қоссам обратно 1 болады. Яғни менде жаңа кесте пайда болды. Енді осы екі функцияны мен суретін салуым керек. Ол үшін, енді менде сызғыш жоқ, потому что маған неудобно. Сызғыш бар енді, бірақ неудобно. Сондықтан мен былай салам, сіздер енді әдемдеп сызғыштың көмегімен саласыздар. Енді былай істейік и былай көрсетейін. Так, енді менде әдемі шыққан жоқ. Ладно. Так, мына жерден бізде 0. Бірінші y бойынша жұмыс жасайық. Мына жерде y. Так, давайте келесі болайық. Мына жерден 2 клеткадан бастап 1 дейік, 2 клеткадан бастап 2 дейік, мында мысалы 3 дейік. Астың жағында тоже 2 клеткадан минус 1, 2 клеткадан кейін минус 2 дейік, 2 клеткадан кейін мысалы минус 3 дейік. Ал енді мына жерде x-те кішкене чуть по-другому болады. Өйткені біз давайте 4 клетка деп 1, 2, 3, 4 клеткадан кейін пи бөлінген 2 дегенді кеңірек салып қойын. Олардың арасында кішкене мен сәл көрсетіп жазып қойын. Арасында 1, 2, 3, 4-несінен бастап пи бөлінген 2 дейміз. Өйткені мына жерде
бізде 30 градус бар. 90 градус қой, 30 градуста пи бөлінген 6 деген бар. Кішкене алып саламын, пи бөлінген 4 деп саламын, мұнда пи бөлінген 3 деп саламын. Арасында осындай градустар бар. Келесі тағы да 4 градустан кейін 1, 2, 3, 4-тен кейін менде пи тұрады. Пи тұрады. 90 градус пен 180 градустың арасында тағы да градустар бар. Бұл 2 пи бөлінген 3, ол 120 градус. Одан кейін 3 пи бөлінген 4, 135 градус. Және 5 пи бөлінген 6, 150 градус. Енді пидан кейін тағы 4 клетка. 1, 2, 3, 4. Так. Бұл жерде 3 пи бөлінген 2 деген бар. Бұл жерде градустар 7 пи бөлінген 6. Так, 5 пи бөлінген 4. Так, одан кейін бізде 4 пи бөлінген 3. Одан кейін 4 клеткадан кейін бізде 2 пи. Мына жерде. Так, 3 пи бөлінген 2 мен 2 пидің арасында тағы да 3 градус бар. Енді оны жазбай қойын, бәрін тізіп. Мына жақта да сондай. Мына жақта бізде минус пи бөлінген 2 арасында тоже бізде клеткалар бар. Мен жерде минус пи бөлінген 6, мен жерде минус пи бөлінген 4, минус пи бөлінген 3. Мынаның симметриясы болады. Одан 4 клеткадан кейін бізде минус пи. Тоже 3 клетка қалдырып кетеміз арасына. Ол жерде минус 2 пи бөлінген 3, 3 пи бөлінген 4, және 5 пи бөлінген 6. Аралап қасында минустар бар. Одан кейін минус пи болғаннан кейін мына жерде минус 3 пи бөлінген 2 деген бар. Одан кейін 4 клеткадан кейін минус 2 пи деген бар. Енді ана араларын салуға болады. Енді бірінші алдымен көк пастамен мен бастапқы берілген синус x-тің графигін салам. Ол деген сөз 0 болғанда 0, пи бөлінген 2 болғанда 1, одан кейін пи болғанда 0, 3 пи бөлінген 2 болғанда минус 1, одан кейін 2 пи болғанда 0. Енді осы графикті мен қосамын. Не, бүйтіп қосатын болсам. Қостым. Мына жағы дәл солай болады. Мына жерде мына жаққа түседі. Мына жерде 0 болады. Мына жақта 1-ге келеді. Мына жақта қайттан 0 болады деген сөз. Енді қоссам, получается, былай қосылады. Қосылады. И былай қосылады. Бұл y-тен болады синус x-тің графигі. Енді екінші график біз синус x плюс 1 дегенді салуымыз керек. Оның таблицасы ол бізде мынау. Екінші таблица. Давайте соны салып көрейік. 0 болғанда бізде 1-ге тең. Нүктеміз мына жақта орналасады. Пи бөлінген 2 болған кезде 2 болады. Мына жақта орналасады. Одан кейін пи болғанда 1 болады. Мына жақта орналасады. Одан кейін 3 пи бөлінген 2 болғанда 0. Мына жерде орналасады. 0. Ручканы что-то көрінбей тұрған сияқты. Қысыл ручканы. Мына жер болады. Мына жер болады. Так, одан кейін 2 пи болған кезде 1 болады. Мына жерде орналасады. Так, қосам. Міне, менің графигім. Қостым. Түсірдім. 3 пи бөлінген 2 болады. 0 болады. Сосын қайттан 1-ге көтердім. Міне. Мына жағы дәл соған симметриялы болады. Мына жерде тұрса, келесі мына жерде тұрады. Одан кейін қайттан 1 болады. Мынау жоғары 2 болады.
мына жағы 1 болады. Қосам. Мінекей. 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 Сонда менің функциям, мына функциям y-тен болады синус x қосылған 1 деген функция. Яғни мен бастапқы функцияны бір бірлікке көтердім. O y осі бойынша жоғары жылжыттым деген осындай функция.